Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен бірге осындай әдемі, тәтті, сочный контюбе тамағын дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін туралған пиязымызды қызып тұрған майға жақсылап қуырып аламыз достар. Қуырылған пияздың үстінен сәбізді қосып, бірге жақсылап қуырамыз. Пияз бен сәбізді қуырдық, енді үстіне етімізді саламыз. Етті ірірек тураңыздар. Сүйекті ет болса өте дәмді болады достар. Енді осының барлығын 10 минутқа бұқтырамыз. Үстінен дәмдеуіштерді қосасыздар, қалауларыңызға қартай. Сонымен қатар чеснок қосамыз. Осының барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып алғаннан кейін достар, тағы да 10-15 минутқа бұқтырамыз. Әзірге тамағымыз бұқтырылғанша нанын әзірлейміз. Ол үшін бізге ұнның үстіне тұзымызды, жұмыртқамызды, суымызды қосып, жақсылап нан есеміз. Ие қанғанша дейін жақсылап илеп алыңыздар достар. Мінекей достар, нанымызды илеп алдық. Енді бетін жауып 20 минутқа қоя тұрамыз. Келесі кезекте достар, етіміздің үстіне 2 қасық томат пастасын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін 5 минутқа бұқтырамыз. 5 минут өткен соң достар, үстінен қайнаған суды құйып, 1 сағатқа пісіріп жауып қоямыз. Етіміз піскенше нанымызды дайындап алайық. Ол үшін нанымызды алып, қайтып 1 рет иін қандырып есіп аламыз. Осыдан соң нанымызды 2-ге бөліп, дөңгелек етіп жаямыз. Нанды жақсылап тұрып, жіңішке болғанша дейін дөңгелетіп жайып алыңыздар достар.
Дөңгелек етіліп жайылған нанның үстіне сұйық майды құйып, жан-жағына жақсылап жағамыз. Нанымызға майды жағып алған соң, үстінен ұсақтап туралған пиязды сеуіп шығамыз. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай пиязды салсаңыздар да болады, салмасаңыздар да болады, егер пиязды ұнатпасаңыздар. Бірақ піскен кезде пияздың дәмі мүлде білінбейді, достар. Келесі кезекте, достар, нанымызды теңдей ортасынан бөліп, видеода көрсетілгендей екі жақ шетінен бастап ораймыз. Жақсылап орап алған соң, достар, нанымызды ұзынша жолақтарға тураймыз. Келесі кезекте, достар, 1 сағат піскен етіміздің үстіне нанымызды жақсылап тізіп, орналастырып шығамыз. Енді, достар, үстінен 1 стакан суды құйып, 20 минут ашпастан бұқтырамыз. Мінекей, контүбе тамағымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Ұнап жатса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған тәтті әлем.